Hello children, how are you? Каналыма тіркелуді ұмытпаңдар. Бүгін бізде summative assessment for the term 90-дық ТЖБ тапсырмасын орындаймыз. Grade 4, 4-ші сынып. Task 1, listening. Watch a video and choose true false. Видеоға қарап true false белгілейтін боламыз. Мен видеоны қоймаймын, сразу дұрыс жауаптарын айтатын боламын. Robot is a machine. Робот ол машина. It's true. Next. Robot can't clean the house. Роботтар үйді жинай алмайды. It is false. Яғни роботтар үйді жинай алады. It is false. Next. Robots can travel to different planets. Роботтар әртүрлі планетаға саяхаттай алады. It is true. Ол бізде дұрыс. Next. There are only big robots. Мұнда тек үлкен роботтар ғана бар. It is false. Егер дұрыс жауап болса, мен олса плюс белгісін қойып кетем. There are flying, swimming pools. There are flying and swimming robots. Роботтар ұшып және жүзіп жүреді. It is true. Ол бізде дұрыс. Next. Task 2. Reading. Read the text дейді. Тексті оқып, сөйлемді дұрыс аяқтау керек. Saturn is the sixth planet from the sun in our solar system. Сатурн ол біздің күн жүйеміздегі 6-шы планета. The average temperature on Saturn is 300 degree. So it's extremely cold there. Яғни, мұндағы орташа температура Сатурнда 300 градус суық екен. Ол өте суық жер. Saturn spins fast, so one day on Saturn is about 10 Earth hours long, but 1 year is 10,759 Earth days. Сатурн жылдам айналады екен, иә? Бір күн Сатурнда 10 жермен 10 сағатпен бірдей екен. Saturn an odd planet and is a gas giant, яғни Сатурн газдан тұрады екен. It's known for its beautiful rings that are 107,000 miles across. Saturn is not the only planet with rings, though Jupiter, Uranus, Neptune also have rings. There are 53 official moons orbiting Saturn. Ол Сатурн, яғни өзінің әдемі, жаңағыдай сыртында айналып тұратын кольцосымен танымал екен, иә? Ол 170 мың миль екен арақашықтығы. Сатурн ол тек қана өзінің кольцосымен ғана танымал емес, сонымен қатар Юпитер, Уран, Нептун планеталарында да жүзіктер бар екен кольцолар сыртында. Енді complete the sentence дейді, сөйлемді аяқтауымыз керек. Осы текст бойынша дұрыс жауабын табамыз. Біріншісі, Saturn is the sixth planet from the sun. Яғни Сатурн күн жүйесіндегі 6-шы планета деп тұр. Six planet болады жауабы. Next. It's extremely on Saturn. It's extremely cold on Saturn. Яғни Сатурнда өте қатты суық болады, соны айтып жатыр. Next. One day on Saturn is 10 Earth hours. 10 Earth hours. Келесі. Saturn is known for its known. Сатурн өзінің несімен атақты? Өзінің әдемі кольцоларымен атақты. Яғни beautiful rings. Соңғысы. Saturn has orbiting it. Saturn has 53 moons. Яғни 53 ай орбиталары бар екен. Келесі тапсырма writing. Choose one picture and describe it. Мұны суреттің біреуін таңдап, соны туралы айтып бер дейді. For example, it's a watch. It is small and gray деген сияқты айтып беруіміз керек. For example, it is a fridge. Анау холодильник біріншісі, иә, бізде. It is big and
It is pink. Ол үлкен және розовый. It's made of metal. It's used for freezing food, yeah, and we can put it our, for example, eggs, milk, sausages, jam, fruits and vegetables деп жазуға болады. Next, speaking. Choose one picture and tell about this machine. Мынаулардың біреуін таңдап, осы құрылғы туралы айтып беру керек. Мысалы, the first is calculator. We can use it when we count. Деген сияқты. Немесе, this is a laptop. Мынау ноутбук. It is made of metal. I use it for writing some text messages and other documents. It's easy to take with me. Өзімен бірге ұстап жүруге жеңіл. Осылай жазуға болады. Goodbye.